Сәлем достар, бүгін біз жерден тыс өмір болуы мүмкін деген ең қызықты тақырыптардың біріне тоқталамыз. Әсіресе жерге ең жақын экзопланета Proxima Centauri b туралы қызықты деректермен бөлісетін боламыз. Бұл планетада тіршілік болуы мүмкін бе? Адамзат болашақта сол жаққа қоныс аудара ала ма? Бәрін осы видеода біле аласыз. Каналға жазылып, видео соңына дейін қарап шығыңыз. Алда сізді таңғалдыратын ақпараттар күтіп тұр. Олай болса достар, біз бастаймыз. Экзопланета грек тілінде эхо немесе внесолнечная планета, күн жүйесінен тыс орналасқан планета. Ұзақ уақыт бойы басқа жұлдыздардың маңында орналасқан планеталарды анықтау мәселесі шешілмей келеді. Өйткені планеталардың жұлдыздарға қарағанда өте кіші және әлсіз жарық шығарады. Ал жұлдыздардың өзі күннен алыс қашықтықта орналасқан, ең жақыны 2,24 жарық жылына қашықтықта. Алғашқы экзопланеталар 1980 жылдардың соңында анықталды. Қазіргі уақытта мұндай планеталар жетілдірген ғылыми әдістердің көмегімен жиі олардың мүмкіндіктерінің шегінде ашылуда. Анықталған экзопланеталардың басым көпшілігі тікелей бақылау әдісінен гөрі түрлі жанама анықтау әдістерінің көмегімен табылған. Өйткені визуалды бақылау әдісі күрделі, дегенмен бұл әдісте дамып келеді және жаңа құралдардың енгізілуіне байланысты тікелей бақылау арқылы анықталған планеталар саны артуда. Белгілі экзопланеталардың көпшілігі газды алыптар және Юпитерге ұқсас. Жерге қарағанда бұл анықтау әдістерінің шектелуімен байланысты жаппай қысқа орбиталық кезеңі бар планеталардың табу оңайырақ. 2025 жылдың сәуір айының басында 5105 планеталық жүйеде орналасқан 7443 экзопланеталар бар екені сенімді түрде расталған. Оның ішінде 1038 жүйеде 2 немесе одан да көп планета бар. Экзопланета болу ықтималдылығы жоғары үміткерлер саны да көп. Мысалы, Кеплер жобасы бойынша 2025 жылдың сәуірінде шамамен 2000, ал тест жобасы бойынша 4800-ден астам үміткер тіркелген. Алайда олардың расталған планета мәртебесін алу үшін жер үсті телескоптарымен қайтадан тіркелу қажет. Млечный Путь галактикасындағы экзопланеталардың жалпы саны 100 миллиардтан кем емес деп бағаланады. Ықтималды экзопланеталардың жалпы санын 300 миллион деп бағалады. Қазіргі есептеулерге сәйкес, күн тәрізді жұлдыздардың шамамен 34%-ында жермен салыстыруға болатын тіршілікке қолайлы аймақ орналасқан планеталар бар. 2016 жылдың тамызындағы деректер бойынша күн жүйесінде тыс жерге ұқсас деп танылған планеталардың саны 216-дан асады. Жерге жақын экзопланета Proxima Centauri жүйесінде орналасқан. Proxima Centauri күнге ең жақын орналасқан жұлдыз және ол құс жолындағы галактикасындағы Centauri үштік жұлдыз жүйесінің мүшесі. Бұл жұлдыз жерден шамамен 4,24 жарық жылы қашықтықта орналасқан. 2016 жылы астрономдар Proxima Centauri жұлдыздарының айналасында экзопланетаны анықтады. Бұл планета Proxima Centauri b деп аталады. Proxima Centauri b жерден сәл үлкенірек жартас тәрізді планета және ол өзінің жұлдызының тіршілікке қолайлы аймағында орналасқан. Бұл дегеніміз планетаның бетінде судың сұйық күйінде болуы мүмкін деген сөз. Бұл фактор оны өмір сүруге мүмкіндік жерлердің бірі ретінде қарастыруға негіз береді. Алайда бұл планетаның тіршілікке жарамдылығы жайлы нақты қорытынды шығару әлі ерте. Proxima Centauri қызыл ергежейлі жұлдыз. Ол кейде күшті радиациялық жарылыстарға ұшырайды. Мұндай жарылыстар планетаның атмосферасына әсер етіп, оны жойып жіберу мүмкін. Дегенмен Proxima Centauri b қазіргі уақытта адамдар үшін аса қызығушылық тудырып отырған объекті. Ол болашақта адамзаттың өзге планеталарға саяхат жасау немесе тіршілік іздеу мақсатындағы зерттеулер үшін маңызды нысан болуы мүмкін. Қазіргі кезде астрономдар бұл планетаны түрлі телескоптар арқылы зерттеуін жалғастыруда. Оның ішінде 20 миллиардқа жуық жерге ұқсас болуы мүмкін. 2020 жылдың қазанында ғалымдар Млечный жолында тіршілікке қолайлы болу ықтималды экзопланеталардың жалпы санын 300 миллион деп бағалады. Қазіргі есептеулерге сәйкес, күн тәрізді жұлдыздардың шамамен 34%-ында жермен салыстыруға болатын тіршілікке қолайлы аймақ орналасқан планеталар бар. Сонымен достар, Proxima Centauri b жерге ең жақын әрі өмірге ұқсас жағдайы бар экзопланеталардың бірі. Ғалымдар оны зерттеуді жалғастыруда, ал біз сол жаңалықтарды бірге бақылап отырамыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Арнаға жазылып, келесі қызықты ғарыштық видеоларды жіберіп алмаңыз. Келесі кездескенше достар.